Беріп жатқандай әрбіріне баспана, кеп жатқандай азамат айтқо өзіңге қастана. Тек өзіміз тояйық, блокбекет қояйық, резеңке емес дейді Астана. Өз-өзінің арнамысын қорлады, ақша үшін аранданып сорлады. Такситке жала жабам деп, оңай ақша табам деп, өзін-өзі телефонмен зорлады. Билік сені бізбен қалай дос дерем, орын іздеп ақша табар бос деген. Аз болғандай салықта міндет қалып халыққа батырманы орнат дейді сос деген. Қазақ тілім залымдардан тоңдың ба? 30 жылда алға жылжып оңдың ба? Тілін сүйген балақан, Кәусар деген балапан, ана тілін үйретіп жүр Лондонда. Шындық айтып шырылдады шағынды, Өскеменде бал өнімі сабылды. Тым көбейіп салығы, күш көрсетіп алыбы, бір отандық өндірісің жабылды. Қолда болмай биліктен, адамдар көп шүйліккен, бір отандық өндірісің жабылды.